Уволенный экс-полицейский Абилгазы Артыкпай дал интервью юристу Айгуль Орынбек. В нем он озвучил свою версию. Он рассказал, что приехал на вызов в дом Шерхана, где в тот момент шла подготовка к свадьбе. По словам Абилгазы, он забрал Нурай и Шерхана в РУВД и там же допросил их. Они оба якобы подтвердили, что девушка приехала добровольно. Сосын маған хабарлама түсті, қыз алып қашу дерегі бойынша. Сөйтіп оқиға орнына бардым, кәдімгідей үйде той болып, адамдар көп, қонақтар көп, дастархандар жайылған, сондай оқиға болып жатыр. И үйдің ішіне кірдім, бір бөлмеде жаңағы қыз Нұрай отыр екен. Сөйтіп Нұраймен кірдім, мән-жайды сөйлестім. Бұл жігіт жаңа Шерхан деген жігітті қашаннан бері танисың? Осы жалпы мән-жайды толығымен сұрадым. Ол айтты, 3 айдан бері қыз жігіт болып кездесіп жүргенбіз деді. Шерханмен. Сөйтіп, қазір осындай бізге хабарлама түсіп жатыр, қыз алып қашу дерегі бойынша. Ол бойынша не айтасыз? Арыз шағыңыз бар ма дедім. Жоқ, біз осы 3 айдан бері кездесіп жүрміз. Кеше яғни 04 күні олар кешкі жақын Алматы қаласынан, Шымкент қаласынан жолға шыққан екеуі. Оның айтып беруі бойынша. Сөйтіп, екеуі жол бойы өзара келісіп, жаңа отбасы құру мәселесін талқылап, отбасы құратын болып шешкен.